сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Міржақып Дулатұлы «Бақытсыз жамал» романы. Сабақтың мақсаттары: шығарманың композициялық құрылымының сатыларын біледі, шығармадағы автор бейнесі мен кейіпкерлердің қарым-қатынасының тілдік көрінісін оқушы өз бетінше іздене отырып ашады. Бағалау критерийлері: шығарманың композициялық құрылымын жан-жақты талдай алады. Міржақып Дулатов барлығымызға белгілі 1885 жылы 25 қарашада бұрынғы Торғай облысының Жангелдин ауданындағы Қызбел атырабында дүниеге келген қазақтың тұңғыш романының авторы. Жалпы шығарманың тақырыбы: шығармаға арқау болған оқиғалар 20 ғасырдың басындағы қазақ өлкесінде жиі кездесетін жас қыздардың қалың малға сатылып, сүймеген адамдарына ұзатылуы, олардың теңдік үшін күрес мәселелері суреттеледі. Әдеби жанр түрі эпос, өмір шындығын мейлінше мол қамтып, кең суреттейтін, адам мінездерін мүмкіндігінше терең ашырып, жан-жақты танытатын күрделі жанр. Яғни бұл бізде проза жанрында. Эпикалық жанр түрі кең көлемді поэма. Өткен өмірде болған құбылысты алуан адам тағдыры мен заман шындығын көлемді суреттеп берген қазақтың тұңғыш романы. Бұл роман туралы алғаш пікір айтқан Ахмет Байтұрсынов: қазақта бұрын роман жоқ еді. Біздің арамыздағы қазақша бірінші роман жазған Міржақып Дулатов болды деп жазды. Шығарманың идеясы: сол кездегі шындық өмірді көрсету, сол шындық арқылы оқырманына ой салу, қазақ қыздарының тағдырын көрсету. Бірінші тапсырма: шығармадағы оқиғаларды, кейіпкерлерді жалқыдан жалпыға тарқатып өз ойымызды білдіріп көрейік. Мәселен, Жамал образы. Бақытсыз жамал шығармасында бұл образ шынайы махаббатты, Ғалиға қолы жетпеген Байжанның үйінде бақыт таппаған шерлі тұлға. Бұл бір адамның басындағы оқиға. Ол шын мәнінде Жамалдікі секілді қаншама тағдырлар қайталанды. Өйткені заманның кейбір қиыншылықтарын осы арқылы көруге болады. Ендеше келесі кейіпкерлерді талдап көрейік. Ғали образы, Сәрсенбай образы, Байжан образы, Жұман образы. Жалпы кейіпкерлердің келбетіне тоқталсақ, Жамал басты кейіпкер, өз тағдыры үшін күресуге дайын, сауатты, саналы қыз. Бақыт жолында қандай қиыншылық болса да күресуге дайын. Ғали медресе бітірген, мұғалім болып қызмет атқарған. Саудамен айналысады, ынталы жігіт, өйткені сүйгені үшін жанын құрбан етуге дайын. Сәрсенбай жүздеген жылқысы, 300-дей қойы бар момын адам. Байлықтың буы басын айналдырып, болыстыққа таласады. Байлығын босқа шашып, сайланбай қалады. Өзіне жақтас іздеп болыстың інісі Байжанмен құда болуды ойлайды. Байжан құбылмалы, қатаны адам. Біз шығарманың сәйкестендіру әдісі арқылы шығарманың композициялық құрылымын дұрыс сәйкестендіру керекпіз. Шығарманың басталуы, шығарманың дамуы, шығарманың байланысы, шиеленісуі, шарықтау шегі және шығарманың шешімін анықтағаннан кейін осы тапсырма бойынша дұрыс бұрысын тауып рет-ретімен сәйкестендіреміз. Яғни шығарманың басталуы, Жамалдың дүниеге келуі, шығарманың дамуы, Жамалдың бой жетуі, зеректі қыз болып өсуі, шығарманың байланысы, Жамал мен Ғалидің танысуы, шығарманың шиеленісі, Жамал мен Ғалидің қашуы, шығарманың шарықтау шегі, Ғали қайтыс болып, Жамал айттырылып қойған сүймеген адамына баруы, шығарманың шешімі, бақытсыз Жамалдың боранда қаза болуы. Келесі ұстанымдар төңірегінде өз ойыңызды жазыңыз. Ғали мен Жамал қараңғылықтың құрбаны. Жұмандардың әрекетін жақтаймын. Әкесін сыйламаған Жамал. Шолпанның ісі дұрыс. Дескриптор бойынша шығармадағы кейіпкерлер мен автор бейнесінің қарым-қатынасын, тілдік көрінісін талдайды. Автор мен кейіпкер арасындағы байланысты түсіндіреді. Өз ойын жүйелі жеткізеді. Кем дегенде 2 дәлел келтіреді. Бұл бізде қалыптастырушы бағалау тапсырмасы. Қорытындылайтын болсақ,
Оқу мақсаты композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау болғандықтан біз үшін шығарманы жалқыдан жалпыға, жалпыдан жалқыға қарай қарастырып, негізгі бөлшектер мен жасырын тұрған элементтерді де қоса айттық. Шығарманың өн бойында қуаныш та, қайғы да, сүйеніш пен күйініш те бар. Әсіресе мұнда қалың малға сатылып, махаббатты құрбан болған қаншама қаракөз қыздар талайы тағдыр жатыр. Сондықтан заман шындығын көрсеткен шығарманың қазақ әдебиетіндегі орны ерекше бола бермек. Келесі қосымша тапсырма, үйге берілетін тапсырма, кейіпкерлердің бойындағы қасиеттер бойынша аналитикалық талдау жасау, шығарманы өзіндік оймен жалғастыру.